Қыздар, бүгін біздер ұзақ уақыт бойы хит болып келе жатырған осындай салат жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде істеп көріңіздер. Піскен свекламызды осылай турап аламыз. Әрбір тарелкаға бір свекладан кетеді, орташа свекладан. Осылай кесіп салып шығамыз. Енді руккола жапырағын алып, әдемілеп барлығының үстіне қойып шығатын боламыз. Дәмі ерекше. Енді мандаринді, болмаса апельсинді, екеуін қалауыңызша дәл видеодағыдай турап, мандарин болса турамайда сала беруге болады. Енді бұл творожный сыр. Осылай әдемілеп қойып шығамыз. Кедровые орешки. Сеуіп шығамыз осылай. Енді бальзамический соуспен осылай әдемілеп жақып шығамыз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде істеп көріңіздер. Және де қыздар, менің YouTube арнамда осындай тегін мастер-класс бар. Бұны үйреніп сіздер тапсырыс қабылдасаңыздар да болады. Бірақ бұл тек қана менің оқырмандарым ашылады. Сондықтан подписаться кнопкасын басып төменге түссеңіз мастер-класс ашылады.